Энзем емтихандары Қазақстанның барлық қалаларында 27-28 наурыз күндері өтеді. Құжат қабылдау 8 қаңтардан 11 ақпанға дейін жүргізіледі. Қабылдау комиссиясының жұмыс кестесі дүйсенбі мен жұма күндері аралығында 9:00-ден 18:00-ге дейін, сенбі күні 9:00-ден 13:00-ге дейін. Түскі үзіліс дүйсенбі, жұма күндері аралығында 12:00-ден 13:00-ге дейін. Конкурстық іріктеуге қатысу үшін баланың ата-анасы немесе заңды өкілі қабылдау комиссиясына келесі құжаттарды тапсыруы қажет. Өтініш, сауалнама, үміткердің туу туралы куәлігі, үміткердің ЖСН-і, үміткердің жеке куәлігінің бар болған жағдайда көшірмесі, заңды өкілінің ЖСН-і, көрсетілген жеке куәлігінің көшірмесі, қажет болған жағдайда қабылдау комиссиясының талабы бойынша заңды өкілдері. Үміткердің азаматтығын растайтын құжатты ұсынуы міндетті. Үміткердің 6 сыныптың 1 жарты жылдығындағы табелінің көшірмесі. Табел тиісті білім беру ұйымы басшысының қолымен расталып, мөрімен бекітілуі қажет. Орта білім беру ұйымдарының 7 сыныбымен толық аяқтаған үміткерлерге зияткерлік мектептің осы сыныбына қайта оқу үшін үміткердің құқығы берілмейді. Бұған білім беру деңгейі мен оқу бағдарламасының ерекшелігіне байланысты Қазақстан Республикасының білім беру сыныптарынан айырмашылығы бар шетелдік білім беру ұйымдары мен халықаралық мектептердің оқушылары кірмейді. Бағалау шкаласы мен білім беру бағдарламасында Қазақстан Республикасындағы білім беру ұйымдарының бағалау шкаласынан және бағдарламасынан айырмашылығы бар шетелдік білім беру ұйымдары немесе халықаралық мектептерде оқитын үміткерлерге үлгерімі туралы табелге, яғни бағалау скриптіне қоса оқитын мектебінің бағалау шкалалары мен бағдарлама мазмұны түсіндірілген хатын тіркейді. Көлемі 3-4 см, үміткердің 1 мегабайттан аспайтын графикалық файл түріндегі цифрлық фотосуреті, немесе құжаттарды тапсыру кезінде қабылдау комиссиясында үміткердің фото түсірілімін орындау. Фотосурет қатаң түрде ашық фонда толық көлемде орындалады. Бейтарап бет әлпеті және аузы жабық, онда бет фотосуретінің жалпы көлемнің 75%-ын құрайды. Компьютерлік сканерлеу, модельдеу немесе ксерокөшірме әдісімен дайындалған фотосуреттерді пайдалануға жол берілмейді. Суретке түсіру кезінде бас киімдер мен көзілдіріктерге жол берілмейді. Көздер ашық, айқын көрінеді және шашпен жабылмайды. Фотосуреттердің көлемі кемінде 450-600 пиксель, ажыратымдылығы кемінде 600 пиксель дюйм болуы тиіс. Барлық құжаттар пластикалық папкаға тігіліп тапсырылады. Құжаттарды қабылдаудан бас тартуға негіз. Құжаттар бекітілген мерзімнен кеш берілсе, құжаттар тізімі толық болмаса, үміткердің заңды өкілі атынан берілген сенімхатсыз құжаттарды үшінші тұлға тапсырса. Құжаттарды қабылдау келесі мекен-жайларда жүргізіледі. Егер видео ұнаса, лайк басып арнаға жазылыңыз. Көргендеріңізге рахмет. Құжаттарыңызды тапсыруда сәттілік тілейміз.